халық тегін айтпайды, күй Тәңірінің күмбірі деп. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің қазақ халқына күй сол Тәңірден түскен шығар. Өйткені қаншама ықылым заманнан бері өзінің бүкіл арманын, мұқтажын, қуанышын, жігерін, бүкіл болашаққа деген сенімін осы кішекке салып бізге жеткізді. Өйткені мысалға Ахмет Жұбановтың ғасырлар пернесі деп еңбек жазуы тегін емес. Қарап отырсаңыздар, әрбір пернесінде ғасырдың үні бар. Сонау нар едіргеннен бастап, сонау боз айғырдан бастап, немесе қос мүйізді Ескендір күйлерінен бастап, сонау Александр Македонскийдан, Ескендір дейді ғой енді біздің қал. Немесе ел айырылған, сонау ноғайлы заманнан. Қарап отырсаңыздар, әрбір күйдің тарихы, Махамбеттің, Құрманғазының, әрбір заманның тарих беттерін күйге хатсыз музыка тілімен біздерге жеткізген шежіре сияқты деп есептеймін. Сахнаға шықты. Сахнаға шыққаннан кейін күйдің тарихы сахнадан түсіп қалды. Мына Европа сияқты. Мысалға Құрманғазы Төремұрат дейді, отырып ойнап шығады. Сахнаға шығып кетіп, ал мынау әңгімесімен айтылатын күйлер дәстүрі жоғалғаннан кейін-ақ міне күйдің жартысы сияқты ғой. Өйткені күйдің бүкіл сыры ашылмайды. Сонда хан жата береді. Енді мынау домбырамен балаң өлді Жошқан деп айтып жатқан жері. Не деп жатыр домбыра? Балаң өлді Жошқан, балаң өлді Жошқан. Немесе көз маям, айналайын деп домбыраның кәдімгі сөйлеп жылайтыны, немесе боздаған, соны әрбір күйші айтып отырып, міне домбырадан бұлай болады деп тартылғаннан кейін, әрине сен басқаша күйді тыңдайсың. Мынау бірінші құландардың жүрісі, шабысын бейнелеген көрінеді. Тұрсыңдар ма? Күйшімін ғой. Ең алдымен мен күйші боламын дегенмін. Сөйтіп осы қазақтың қара домбырасын күйлерді танытуға көптеген жерде болдым. Сол бір сапарымда қырғыздың өнерпаздарымен кездесіп қалдым. Қонақ үйде қасымда Жәнібек Әрменов дейтін әнші бар еді, қазақтың ғажап әншісі. Олар да болмай, ойбай бұлармен тартысайық деп, сол Нұрақ ағамыз ол қомысшы, екеуміз түннің бір уағына дейін мен домбырамен, ол қомызмен тартысты. Содан кейін келесі ол Парижде болатын. Сосын Жапонда тағы кездесіп қалдық. Мен ойлап жүрдім бір сәті келер деп. Тартып берейін деп сол жерде жаңа осы секіртпе деп тартып бергем. Сонда Нұрақ ағамның күлетіні ғой шексем. Ойбай болды, қырғыз жеңілді. Мен жеңілдім жақсы. Мына күйді тартпаш басқа жерде. Мынау Ықылас атындағы музыкалық аспаптар мұражайы, өнер адамдары үшін бұл қасиетті қара шаңырақ, баршаңызды қара шаңыраққа шақырамын. Қазанғап мұрасымен, оның күйлерімен айналысқаныма 40 жылдан астам уақыт өтті. 2016 жылы үлкен іс-шара өткізіп, Қазанғап атамыздың домбырасын Бәтима жеңгемізден алып, осы тұғырға өз қолыммен орнатып едім. Ал енді қазір ұлым Санат екеуміз Қазанғаптың сирек орындалатын табақ тартқан атты күйін орындап берейік.
теледидардан домбыра үйренейік. Жеңеміз бе мына жақтағы балаларды? Саз толғау, әлесінде, сегіз қырлы сияқты көптеген бағдарламаларды. Ассалаумағалейкум барлығыңа. Жүргізіп жүрдік, иә. Арасында қол боста жазумен айналысамыз, ғылыммен айналысамыз. Көптеген жылдан бері осы Қазанғаптың шығармашылығымен айналысып келе жатырмын. Мен бірінші кітабым 84 жыл шығарғам, кішкентай кітап. Ол кезде консерваторияны енді бітірген студент едім. 3 томдық үлкен кітабын дайындап жатырмын. Архивтерге, Орынбор архивінде. Сосын Қарақалпаққа барып, со жақтағы ізін бір қызы со жаққа кеткен, соның ізімен со жақтағы шәкірттен Түркменияға, Доңызтауы бар, Шалқар өңірі бар, қай жерлер болды Қазанғаптың ізімен жүріп, бүкіл ұрпақтарын, бүкіл күйлерінің бәрін жинап, қазір 3 томдық кітабын шығарсам ба деген сол арманым бар, қазір соған жұмыс істеп жатырмын. Тентек шоқпар жинайды дейді ғой. Қазанғаптың шәкірттерінің домбырасын жинастырып жүрмін. 78 жыл Келбет деген ақсақалды соқыр Келбетті жазғанмын. 14-15 жасына келгенде шешектен екі көзі ағып кетіп, 25 қой беріп әкесіне домбыра жасаттырған. Қазанғапқа ере алмадым, көзім ағып кетіп шешектен. Содан кейін мына домбыра мені осы өмірге қайттан алып келді. 8 баламды осы домбырамен асырап, ел қатарына қостым деп айтып отыратын. Соңғы барғанымда қарасам, мойны қақ айырылған, түбі жарылған, кәдімгі ана домбыраны көргенде кішкене көңілім нетіп кетті де, осы Алматыдағы мықты деген шеберлерге ердің құны осы да жасаттырып, орнына сол домбыраны, концерттік домбыраны орнын күреймесін деп апарып беріп, сол домбыраны әкеліп, осы жолаушыға қайтадан қалпына келтіріп, өз қайттан өмірге қайтып келгендей болып жатыр. О, Жаке, салам алейкум. О, Әбеке, қалай амансың? Қалайсыздар? Қалай ел жұрт бәрі аман ба? Тағы домбырамен келе жатыр. Иә, көріптім. Міне, мынау көне, мынау Қазанғап шәкірттерінің домбыралары, міне. Баяғы кезде осындай үшпіріш болмына Семей губерниясында осындай көп болған бұрын кезде. Мұнаның өзі көрдің бе? Соның өзі көрдің бе? Қалай интересін, е? Жаке, сосын бір қызық жері ше, мынаны құлақтарын қараш. Мынау Келбет ақсақалдың домбырасы екен, қара, мынау басын қара. Қандай? Қараш? Әне бастарын қара. Бұл тек осы өңірге неде сәйкес, көрдің бе? Көрдің бе? Мәселен бұрынғыларда менде мұнан әдейі кертіп қойған екен десем, баяғыда бір домбыраны көрсеткен ғой өзің? Иә. Баз осындай тура. Сол сияқты әрбір домбыраны ел арасындағы біреу қорада жатқан, біреу енді қастерлеп ұстайды, біреулер енді әртүрлі ғой. Барған жерінде әйтеуір болса домбыра апарып, болмаса жаңағыдай бір жылқысын беріп, әйтеуір сиырын беріп, құнын беріп сөйтіп. Сол домбыралар ертең келіп алып кетті демесін деп, сөйтіп сонау Қарақалпаққа да Бейман атамыздың несіне барып қайттым, домбырасына. Кезінде мынау Доңызтау жақтан кеткен ғой. Сөйтіп жаңағыдай бүкіл елде қай жерде бар, сөйтіп жиналған дүние. Ал енді біздер мынау Көкіл орта мектебінің алдында тұрмыз. Бұл мектепті 1995 жылы ұйымдастырып, соған жетекшілік етіп келе жатырмын. Мектептің ең басты мақсаты бұл өте сапалы білім берумен қатар балдардың бойына ұлттық құндылықтарды және біздің ұлттық тәрбиені баланың бойына сіңіру. Бұл өте қызық жағдай. Мектептің аты Көкіл деген өзі. Бір жағы бұл Қазанғаптың Көкіл деген күйі бар. Күй төресі Көкіл дейді. Қазанғапты ең философиялық терең күйлерінің бірі осы Көкіл күйі. Бір жағы сендер Гоголь көшесінің бойында жатсыңдар дейді. Өздерін арғы тегімізді түріктен тарадық деп айтады ғой. Өйткені олар мына төбесіне тұлым қалдырады соңғы уақытқа шейін. Хохыл дейді оны олар. Хохыл, Гоголь, Көкіл, Кекіл барлығы да сол түбірі содан жалғасып жатыр. Мектеп ашам деген ойымда жоқ еді. Мынау ең 84-85 жылдары біздер менің қызым мектепке барғаннан кейін мектепте қызымыз
жаңағыдай орысша өлеңдер Ленин туралы немесе Батыр бала Бекболат, кеңестік дәуірде ұлттық намыс қаттылау ғой. Бұл қалай болады деп өзім сол мектепке барып, қызым барған мектебіне сол классты сұрап алып, оның үстіне класс жетекшісі Жиенбаева Уазипа деген апай болды, мына Сағи Жиенбаевтың жұбайы. Айналайын, мына классты ала ғой онда деп, кәдімгі өзінің музыка сабағын маған берді, және содан экспериментті бастадым. Яғни мектеп қабырғасында 35-40 балаға домбыраны қалай үйретуге болады. Содан міне жалғасқан әдістеме, одан кейін 86 жылғыдан кейін оны мектептен де шығарып жіберді. Бір күні Аягүл Төреевна Миразова апайымыз көріп қалып, айналайын, телевизордан көрдім, осы бір домбыра үйретіп жүргенсің, біздің мектепке келші деп. Сосын 159-ға бардым. 12-ші мектептегі балдардың көбі со жаққа еріп барды. Сол жерде жалғастырдым экспериментті. Соның жалғасы ең аяғында мектепке ұласты ғой. Әкеміз Ысқақ педучилищеде сабақ берді. Ең алғашқы осы Ақтөбедегі филармонияның іргетасын қалаушылардың бірі болып, сонда өмір бойы тәрбиелік немен айналысты. Анамыз мынау жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сыныбының мұғалімі болды. Яғни сөйтіп кішкентайымыздан соның бәрін көргеннен кейін, ол мен ойлаймын, ол еріксіз баланың санасында қалады ғой дейді. Және ес білгеннен кейін әке көрген оқ жонар дейді, жалғасын тауып кете берді. Көкіл дегенде бұл енді жалпы білім беретін мектеп. Көп ойлайды, мен Райымбергенов жүргеннен кейін бұл музыка мектебі екен деп. Жоқ, біздерде физика және математикалық тереңдетіліп оқытылатын, және ағылшын тілін тереңдетіп оқытыламыз. Жылда біздің балдарымыз мына ғылыми жобамен тек республикалық емес, халықаралық кәдімгі үлкен сайыстардың жүлдегері болып жатыр. Кішкентай бала туғаннан бастап оның оң жағындағы және сол жағындағы мийларындағы нейрондары дейді. Көп нейрондар бір-бірімен байланысты болады. 5-6 жастан бастап оң жағындағы нейрондары жайлап өле бастайды дейді. Логика жағы қалады дейді, шығармашылық жағы өле бастайды дейді. Ал егер мысалға музыкалық аспап ән айту болатын болса, ол оң жағындағы нейрондар өлмейді, қайта бір-бірімен қабысып бір неге айналады дейді. Яғни оның ойлау жүйесі керемет болады дейді. Оның дәлелі аталарымыз, әжелеріміз, жыраулар, өткендегі шежірешілер, қарап отырсаңыздар, бір тартқаннан бір күйді жаттайды. Мысалға үлкен дастанды бір түнде тыңдап отырып келесі күні қайталап береді. Яғни бұл не деген сөз? Бұл мидың басқаша жұмысы ғой. Ешқашан мысалға осы өйстіп столда отырған емеспіз. Жерде отырдық. Ал молдасы құрып жерде отырған баланың, даже үлкен адам, мына жұлын басқаша болады дейді. Денсаулығы да басқаша. Өйткені біздер ғасырлар бойы қалыптастық қой солай. Бала жерге отырған кезінде біресе шынтақтайды, біресе жатады, біресе созылады. Көрдіңіздер ме? Еркінде, және ол домбыра ойнаған кезінде өзінің дәстүрлі қалпына қайтып келсін деді. Мектептегі күнделікті мысалы 6-7 сағат бойы бір немен жұмыс істеп келе жатыр ғой. Ана жерге барғанда емін еркін басқаша сезінеді де өзі. Классымдағы бір бала, апай, мен осы домбыраны жақсы ойнағаныма өкініп отырмын дейді. Неге? Енді бізде өйткені домбыраны бәрі игеріп, бәрі жақсы ойнауға тырысады ғой. Сөйтсем оның айтқаны, егер мен жаман ойнасам,
Онда Абдулхамит ағай мені жеке кабинетке шақырып алып, өзі ойнатар еді дейді де. Сонда ол баланың ар жағындағы ойы шіркін ағаймен бірге отырып, ол үйретсе деген бір балалық енді сезім. Сонысына қарағанда енді содан бір қорытынды шығаруға болады. Өйткені ол кісінің балаға деген мейірімі ерекше. Ол кісіні көргенде балалар бірден жүгіріп барып, бәрі құшақтап амандасады. Ол кісіні ойбай мынау директор деп ешкім қашпайды. Ал өйткені ол кісіден бір жылы шуақ есіп тұрады. Мен мұрагер дейтін әдістеме жасадым. Мұрагер деген әдістеме бұл жалпы білім беретін мектептегі музыка сабағында мынау домбыра үйрету әдістемесі. Бір 30 жылдан астам соның айналасында жұмыс істеген шығармын. Және ол аз болғандай, республиканың 80-ге жуық мектебіне енгізіп, 80-ге жуық бүкіл мұғалімдерді үйретіп, спонсор тауып, сол мектептерге әйтеуір алғашына 2,5 мың домбыра, кейін 5 мың домбыра жасаттырып беріп, солардың бәрін спонсор тауып, 12 жылдай үйретіп, оларға оқу құралдарын, әдістемелік құралдарын бәрін шығарттырып, оларға үлестіріп, сол шамамен өткенде есептеп отырсам 16 мыңға жуық балдарды республикада домбыраға үйретіп шығарып қойды. Музыка мектебі бар. Осы көбіне музыка мектебінде оқыған жастар бар. Солардың жартысынан көбі сольфеджи деген сабақ үшін музыка мектебін тастап кетеді. Яғни сольфеджи деген нотаны меңгеру деген сөз. Ол сольфеджи нота меңгеру, ол кәдімгі математика сияқты. Оны кәдімгі есептейсің, санайсың, ол бөлінеді 16-лық, 8-лік, 34-лік, оның жаңа четвертік, бас кілті, скрипка кілті, оның пауз, бәрі де кәдімгі есептеп оның жатқан. Ал оны меңгеру үшін сен көп уақытың керек. Ал жалпы білім беретін мектепте өзі аптасына 1 сағат немесе 1,5 сағат берілген кезінде сен оған нота үйретіп отырасың ба? Соңғы кездегі біздің бір істеп жатқан жаңалығымыз бұл анимация. Өйткені немерем бар. Бір күн үйге келсем, бір синий трактор дейтін бар. Таңертеңнен кешке дейін синий трактор жаңағы. Сөндіріп тастасаң жылайды, тағы қой дейді. Сол кезде мен түсіндім. Қазіргі заманның технологиясын пайдалану, балдардың психологиясын, балдардың қазақ тіліне мойын бұрғызуына өте жақсы екен ғой дедім де. Содан кейін осы жерде жігіттердің басын қосып жинап, өзіміз қазақша әндерге жаңағыдай клип жасай бастадық. Сондай мультфильмдер жасай бастадық. Көп рахмет сендерге балалар. Мен енді әрдайым жаттығу жасайын. Сау болыңдар. Менің ойымша бүкіл қазақ балдары дарынды сияқты. Біздер мектепке бірде-бір баланы әдейі іріктеп таңдап алмаймыз. Менің ойымша әрбір баланың бойында неше түрлі дарынды қасиеттер бар. Осы жерде оқи жүріп, олардың дарынында бүкіл таланты ашыла түседі. Осы жерде міне музыкасында, шаршағанда, жаңағы мультфильміміздің дыбысында бәрін осы жерде жазып жатамыз. Ердос деген біздің мұғаліміміз әрлеп жатады. Сондықтан да мен де сол балдардан қалысқым келмейді, өйткені болар маған қамшы болады. Қазіргі талантты балдар. Саламатсыздар ма балдар? Келіңіздер, сұрақ алыңыздар. Өзіміздің балдарымыз сол жерде актер да болатын, әнші де болатын, айтатын да өзіміздің балдарымыз. Бір жағынан біздерге қаржылық жағынан оңай емес, бірақ мен ойлаймын, бұның болашаққа балдарға пайдасы өте жақсы болады. Кел көкетай тұра ғой, беті қолды жуа ғой, жаттығуға кірісіп, бізбен бірге жасайық.
студенттерге сабақ беру үшін сен үнемі формада болуың керек, үнемі өзіңді ұстап отыруың керек, үнемі өзің ылғи да егер орындаушы болсаң күнделікті дайындалып отыруың керек. Мысалы музыканы шығып кетесің, үнемі ізденісте болуың керек. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Құтты болсын. Ой, рахмет, Құтты рахмет. болсын аға. Ал енді Құрманғазы атты қазақ ұлттық консерваториясының құрметті профессоры, дәрежеңіз құтты болсын. Рахмет, Әрине сіз одан да биік атаққа лайық адамсыз. Енді сізді білеміз, және де мынау қазақ мәдениетіне, соның ішінде дәстүрлі музыка, дәстүрлі өнердің ішіндегі осы біздің ірі тұлғамыз Қазанғап біздің бабамыздың күйлерін жеткізуге өзіңіздің сонау еңбекқорлығыңыздың арқасында қазіргі таңда жастар осыны дәріптеп жүр. Сондықтан сізге сәттілік тілеймін, сізге табыс тілеймін деп тұр. Ой, рахмет, рахмет. Естен кеш жақсы демекші, бұл да болса біздің бір салғырттығымыз, бір қарапайымдылығымыз, айналамызға көп қарамайтындығымыз шығар деп ойлаймын. Бағана консерваторияның ректоры Арман Әділханұлының аузымен айтылды. Алда да әлі үлкен асулар бар, көп дүниеге ұсынамыз деген, ол бекерден бекер емес. Сондықтан бірден бір мына кісінің осы кезге дейінгі еңбегінің бағалануы, көрінуі деп айтар едім. Алдымен осы Арман Әділханұлына көп рахмет. Ол профессорлық дейтін ол жоғарғы оқу орын берілетін өзінің заңдылықтары бар. Мысалы мен консерваторияда алғашқыда істеп, содан кейін консерваториядан кетіп қол үзіп қалған кезім болды. Мектеппен айналысып кеттім де, 5-6 жылдықта Қаршыға Ахмедияров иманды болсын көзі тірі кезінде шақыртып алған болатын еді. Осы 5-6 жылдықта қайтадан консерваторияға барып жалғастырып, сосын осы жас келсе де диссертация қорғап сөйтіп жатқан жағдайымыз бар. Атамыз Қазанғаптың көзін көріп, соның қолынан күй үйренген күйші болды. Соның батасын аламыз деп, елдегі небір күйшілер, әнші, жыраулардың бәрі үйге келетін еді. Енді балдарға сіңіруге тырысып жатырмын деп айтам ғой енді. Өйткені енді ұлым да санат енді өздеріне домбыра тартып отыр. Қазір енді бір үлкен бір мекеменің басшысы бұл да, халықаралық деңгейдегі заңгер өзі. Енді немеремде де енді домбыраға баулып келе жатырмыз. Ана қызымыз да Дина, ол да қазақша мектепке бердім кезінде. Ол қазір ғылым кандидаты. Ол мына қазақтың мифологиясынан қорғады. Қазақтың миф деген өте бір не ғой, кенже қалған. Өткен гректің мифін білеміз, басқан қазақтың мифологиясынан бір керемет еңбек жазып шетелден қорғап келді ол. Енді жолдасым Сайра, ол да ғылым докторы, ол қазақтың мынау күйінің пайда болуын сонау қола дәуіріне апарып тастады. Генезис происхождения инструментальной музыки казах деп, орыс несімен шетелде қорғады ода. Өзіміз бала өсірдік мысалға. Өзіміз жас болдық, балаға шаруамыз болған жоқ. Ал ата әже тәрбиелеген кезде ақыл тоқтатып, бүкіл жиналған несін баласына, немересіне береді ғой. Көрдіңіздер ме? Бұл бөлек тәрбие ғой. Сондықтан егер оның үстіне осы біздің ұлттық тәрбие, ұлттық мәдениетті бойына сіңірсе, бүкіл әлемді қақ жарып өтетін ұлтқа айналатыным сөзсіз деп. Менің өзім оптимистпін, солай ойлаймын да.
шығармашылық мұратым осы қазақтың әндері, күйлері, қазанғап мұрасы, осы менің балдарым арқылы, немерелерім арқылы сол сонау болашаққа жалғасын тапса, бүкіл арманымның орындалғанын деп ойлаймын.